Бұл зал 20 ғасырдың 20-30 жылдарының кезіндегі Қарағанды өңірінде құрылған тоталитарлық жүйе туралы баяндалады. Алдарыңызда тұрған суреттерде 1921 жылы Қазақстанда сауатсыздықты жою кезіндегі ең алғаш ересектерге оқу жазу үйреткен ұстаздар қауымын көруге болады. Бұл жерде атап кететін Медеубаев, Әбиев, сонымен қатар ұстаздарымыздың қолданған алғашқы еңбек құралдары стол приборын, шотын және портфелін көрсеңіздер болады. Келесі кезекте біздің медицина туралы баяндалады. Қарағанды облысының медицинасын атап айтқан кезде Герман Алалыкинді өте ерекше атап кету керек, себебі бұл кісі Қарағанды медицинасын шарықтау шегіне жеткізіп дамытып кеткен адамдардың бірі. Герман Алалыкин Қарағанды өңіріне тау-кен жұмыскерлерімен бірге келген, соғыс кезінде эвакуациялық госпитальдарда жұмыс істеп, ең алғашқы хирургтың консультанты болып, кейіннен өзі ота жасай бастаған. Алдарыңыздағы витринада осы Герман Алалыкиннің жеке заттарын, сонымен қатар соғыс кезіндегі жауынгерлерден алынған оқтар мен сынықтарын көрсеңіздер болады. Келесі экспозициямызда Қарағанды өңірінің мәдениет өкілдері, өнерпаздары туралы баяндалады. Бұл кісілердің барлығы Қарағанды өңірі дамып, өзгеріп, жетіліп жатқан кезде өнеркәсіптерде күндіз күні бойы өнеркәсіптерде жұмыс істеп, кешкілік театр құрып, ойын-сауық құрған. Ең алғашқы театр бізде 1930 жылы құрылған Трамп театры деп аталады. Суретте тек Қарағандыны ғана емес, Қазақстанға атақты адамдарды, өнерпаздарды көруге болады. Бұлардың кейбіреуі Қазақстанда әлемге танытқан өнерпаздар. Олардың бірі Әміре Қашаубаев 1925 жылы Парижде алғаш қазақ әнін ойнатқан өнерпазымыздың бірі. Сонымен қатар Қалибек Қуанышбаев, Қали Байжанов, Рақия Қойшыбаеваны ерекше атап кетуіміз керек. Келесі кезекте Қарағанды өңіріне шыққан алғашқы газет туралы баяндалады. Ең алғашқы газет 1930 жылы 1 қыркүйекте шыққан болатын. Большевицкая кочерга деп аталады. Суретте сіздер ең алғашқы баспа қызметкерлерін көруге болады. Сонымен қатар біздің музейдің алғашқы директорлары Бекметов пен Семеновты да осы экспозициядан көрсеңіздер болады. Сонымен қатар алдымыздағы подиумда, алдымыздағы залда көріп кеткен баспа машинасының дамыған түрі және де патефонды көруге болады. Орындаушысы да, авторы да өзі болған Голощекиннің кіші қазан саясаты туралы айтатын боламыз. 1928 жылы байларды кәмпескелеу заңы қабылданады. Осы заңның негізінде Қазақстанда бұрын-соңды болмаған ашаршылық жарияланады. Ашаршылық 1931-33 жылдар аралығында болады. Ашаршылыққа дейін қазақтардың саны 6 миллион болса, ашаршылықтан кейін 2 миллионға төмендеп қалады. Алдарыңызда тұрған еңбек құралдары, яғни аталып кеткен компенсация, кәмпескелеуге түскен еңбек құралдары. Бұл жерде соқа, аршынды көруге болады. Аршын яғни жерде өлшеуге арналған, яғни сол кезде байлардың жерін компенсацияға түсірген кезде, кәмпескелеген кезде осы аршынмен өлшеп алған болатын. Келесі суретте осындай компенсацияның бір бөлігін көруге болады. Яғни адамдардың мал-мүліктерін кәмпескелеп жатыр, қарсы келген адамдарды жазалап жатыр. Бұл суретте айтылатын бір ой, ошақтың сыртта жатуы. Қазақ халқы үшін ошақ өте киелі, киіз үйдің ортасында орналасқан, отбасымен әңгіме дүкен құратын орын ошақ, яғни ошақтың сыртта жатқаны ішіндегі халықтың қайғылы қасіретті екенін білдіреді.